еткен көзімнің нұр балам, жаныңа жәрдем берсін қақта қалам, атаң мұнда, анаң мен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Деп 19 ғасырдың екінші жартысында Ыбырай Алтынсаринге Балғожа би жазған еді. Иә, жастар біздің болашағымыз, үмітіміз. 18 қаңтар мен 23 қаңтар аралығында Талғар қаласы Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті тарих бірлестігінің тіл, тарих, тұлға атты 10 күндігін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум марлағайын. 2020 жылы жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілімен кештірмедім деп айтқан ұлы ақын, педагог, ағартушы, философ ұлы Абайдың 175 жылдығын табыралы түрде өткізбесек те, өз мәнінде өткізе алдық. Ал 2021 жылы қай тұлғаның мерейлі жылы болды. Әрине ол 2021 жылы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы. Санитарлық талаптарды сақтай отырып, Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығын оқушыларға насихаттау мақсатында қазақ тілі тарих аталған Ыбырай Алтынсаринға арнап отырмыз. Іске сәттілік. Құрметті шәкірттерім, оқушылар, биыл Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы. Ыбырай Алтынсарин 1841-1889 жылдары өмір сүрген Қостанай облысының тумасы. Енді біз Ыбырай Алтынсарин дегенде есімізге кел балалар оқылық деген өлең түседі. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқылғанды көңілге ықыласпен тоқылық. Шынымен де біз оқығанымызды көңілімізге ықыласпен тоқып жүрміз бе? Ыбырай Алтынсарин кім? Алдымен соны білейікші. Педагог, ағартушы, этнограф, жазушы, ақын, аудармашы, Қазақ қыздарына ең алғашқы мектеп ашылды. Торғай облысынан инспекторы. Оқиға бөлімі. Кәсіптік білімдерін салушы. 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген қазақтың алғашқы ұстазы Ыбырай Алтынсаринге арнап. Кел балалар оқылық деп шақырды білімге, білімсіздің қараңғы көрер жарық күнде. Көзін ашып, жастарды жетеледі биікке, ұқсатып ұрпағын алтын тұяқ киікке. Ұлт ұстазы болды алғаш қазақтың, оқығанда аларын ұрпағының азаттық. Қазақ қызы қалам алып алғаш мектеп аттады. Қыз баланы күндіктен азат етіп ақтады. Өзі тапқан қаржыға мектеп салып жөндеді. Көре алмаған жұмысын етектен тартып күндеді. Кеудеде от, көкірек ояу, көзді жалын чарпыды. Күндестердің мысын басып еңбегімен қарқына. Білімсіздің күнін одан берекеңді кетірер. Білім қуып іздеген оқығанғы жетілер. Ыбырай бабам салған сара жолмен келемін. Бар білімді шәкіртіме аямай-ақ беремін. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айналай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпты, аралап таумен тасты арқыраған. Көңіл суын іштен ашылады, дененде бар дертінді қаштырады. Өксіген оттай жанып, жануарлар өзеніне рақат тауып басылады. Ыбырай Алтынсарин жаз. Сәуірде көтерілер рахмет туы, көрінер көк жүзінде қазбен қуы. Көктен жаңбыр таулардан сулар ағып, жайылар жер жүзіне қардың суы. Ұшпақтың бір сәулесі жерге түсіп, өсірер жерден шөпті нұрдың буы. Жақында Құдайымның көктем күні, тең болар жарылқап күн мен түні. Аспаннан рахым менен күн төнгенде, қуанып қыбырлайды нышыны. Ұйқыдан көзін ашқан жас балаша, жайқалып келе шығар жердің гүлі. Педагогтық әрі ағартушылық қызметінде Ыбырай Алтынсаринді қазақ халқының тұрмысы мен тіршілігі, оның рухани әрі мәдени даму жолдары мейлінше мазалады.
солай бола тұрса да, оның өз тұсындағы қазақ қоғамы атындағы нақты тұжырымдары, әлеуметтік талдаулары, саяси ой-пікірі, қоғамдық мәселелер тағы басқа көбінесе назардан тыс қалып келді. Тарих даму деңгейі феодалдық рулық сатыны сақтаған қазақ қоғамын мейлінше жетік білетін ол осы дарынды ақыл иесі мол халыққа қазір кешікпей тұрып рухани және қоғамдық даму жолында түсетін дұрыс бағыт беру қалай дегенмен аса қажет болып отыр деп қазақтардың неге мұқтаж болып отырғанын дәл тауып жазды. Ыбырай қазақтардың дәстүрлі өмір сүру салтына қатысты ескілікті, қатып семген көзқарасты әшкерледі және білімді, белсенді жаңа адамның бейнесін насихаттады. Ол жаңа экономикалық және саяси жағдайлар аясында адам мен қоғамның дамуына кедергі келтіретін әлем мен адамға деген ескі кертартпа көзқарастарды қарсы күресті. Оқушының бүгінгі санасына Ыбырай айтпақшы қазаққа не керек, неге мұқтаж деген сұрақты сіңіріп, оған жауап бергізу қажет. Басты тақырып Ыбырай танымы мен бүгінгі қоғамдағы нақты қажетті дүниені жасайтын адал жандар, халыққа қызмет ететін тұлғаларды дәріптеу. Құрметті ұстаздар және оқушылар, сіздерді апталықтың ашылуымен құттықтаймын. Менің тақырыбым Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин жазушы, ағартушы, ғалым, этнограф және көптеген қазақ кітаптарының авторы. Ыбырай Алтынсарин кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен оқылық. Сіздің болар қайыры бастасаңыз алдалап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен оқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тіл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің салт санасының негізгі өнегесі, нағыз белгісі. Қазақ тілі еш уақытта өзімен көршілес халықтың тілдерінен сорлы болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігі, өз сыбағасын ешкімге жібермегендігі мыңдаған жыл тарихында айқындалған. Кейбір ұл-қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі мені қатты қынжылтады. Оған ең алдымен ата-ана кінәлі. Тіл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің салт санасының негізгі өнеге белгісі. Бір Құдайға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аулалап. Оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Иә, Алла деп істі бастау, берекенің бастамасы екендігін дәлелдеп берген Алаштың ұлы ұстазы Ыбырай тағылымы ұлтымыздың шамшырағы. Ыбырай танымындағы педагогикалық ойлар, тәлім-тәрбиелер бір қазаққа емес, күллі адамзатқа азық. Имандылық, әділдік, шынайылық, сыпайылық, адал ниет, қайырымдылық, дәлдік. Ыбырай атап көрсеткен жеті адамгершілік қасиет бір бойынан табылған, дала қоңырауы іспетті ұлтымызды оятқан, ағартушымызды қадірлеу адамгершілік парызымыз. Тауың сұлу соншалық, көрген көзден кететіндей жасытқып